Сәлеметсіздер ме? Бүгін қаңлылар туралы деректерге тоқталып өтейік. Қаңлылар біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші, біздің заманымыздың 5-ші ғасырында өмір сүрген. Халқының саны 600 мың, әскері 120 мың болған. Билеушісінің лауазымы хан, 5 кіші иелікке бөлінген, оны кіші хандар басқарған. Кіші хандар ханның балалары және туыстары болған. Астанасы Битян деп аталды, Түркістан Тараз маңында орналасқан. Қаласы Алтынасар, 16 гектар аумақты алып жатыр. Экономикалық байланыс жасаған Кушан, Рим қалаларымен. БЗБ 46-36 жылдары ғондарға көмек көрсетеді. Қыпшақ тілінде сөйлейді деген Плано Карпини. Металл өндіретін қаласы Шаш-Илах, Құлата. Тарихи деректеріне тоқталатын болсақ, Авеста Сянханшу тарихи жазбалар кітабынан білетін боламыз. Оңтүстігінде көршісі Үйсіндер археологиялық ескерткіштеріне тоқталатын болсақ, Қауыншы, Жетасар, Отырар, Қаратау. Қауыншы Ташкент маңында орналасса, Жетасар Қуаңдария, Жаңадария аумағында. Отырар Қаратау, Сырдария, Қаратау, Талас аумағында орналасқан. Пұшық Мардан қаласы маңынан зерттелген қоныс Қостөбе, Көкмардан қаласында орналасқан. Арыс өзенінің сол жағалауы. Мардан қаңлы қорымы Отырар алқабынан табылған. Қытай теңгелері 1300-дей осы аумақтан табылған. Шаруашылығына тоқталатын болсақ, аң аулау, тиелімді егіншілік, жүн өңдеу, былғары және саудамен айналысқанын білеміз. Көгілдір фаянстан жасалған ірі моншақтар Сириядан келген екен. Қаңлылардың каналы Зах деп аталды. Бұл біздің егіншілікпен айналысқанын біледі екенбіз. Отырар Қаратаудың ерекшелігі егіншіліктің айналысқанын білеміз зерттеу барысында. Жазба деректеріне тоқталатын болсақ, Басқан ержүрек ұлдары Канха қамалының алдында құрбандық берді деп жазған кітап Авеста. Үнді халқының эпосы Махабхарата қолжазбаларында қаңлы сөзінің мағынасы қарулы, жақсы, жайсаң ұлықтар деп аталады деген мағына береді. Қытай дерегіндегі сипатталған үзіндідегі мемлекетті анықтаңыз. Олар өрке күрек өжет келеді. Біздің елшілерімізге бас имейді. Орталық билік атынан келген билік өкілдерімізді үйсін елшілерінен төмен отырғызды. Олардың билеушілер мен ақсақалдарына тамақты алдымен берді. Ал содан соң барып біздің ақсақалдарға берді деген суреттерді сөйлетейік. Қаңлылардың мекендеген аумағы және қытайлардың түсіргені көне Қаңлы қаласы. Жаяу және атты әскері, сауданың болған, жазудың болған білеміз. Симасян деректерінен материалдық мәдениеттері археологиялық қазба жұмысы кезінде табылды. Әшекей бұйымдар, қыш ыдыстар, тұрмыстық заттар. Қаңлылардың оңтүстік көршісі үйсін. QR код арқылы тапсырманы орындаймыз. Сканерге кіреміз. Сканерді қосамыз, төмен жағында сурет таңдаймыз. Галереяға барамыз, скриншот жасап, QR кодты аламыз. Енді ашқан кезде тапсырмамыз шығады. Қаңлы астанасы, қалалары, беттен Қаңлы астанасы мен қалаларын табамыз. Битян және қаласы Алтынасар 16 гектар дегенді табамыз. Билеушісі енді Қаңлылардың хан, одан кейін Қытай тарихында Ван деп аталды. Хронологиясына тоқталайық. БЗБ 3-ші, БЗ 5-ші ғасыр дегенді белгілейміз. Және 120 мың әскері болды, ол да санға жатады. 600 мың халқы болды. Сонымен хронологиясын анықтап табамыз. Келесі археологиялық мәдениеті. Жетасар, Қуаңдария, Жаңадария аумағында орналасты. Қауыншы өлген адамды киіммен жерлеген. Отырар Қаратау сырдың төменгі ағысында егіншіліктің болғанын осыдан білеткенбіз. Арыс жағасындағы қала Көкмардан. Пұшық Мардан маңынан зерттелген қоныс Қостөбе. Одан кейін қаласы дегенде Битян, Түркістан Тараз аумағында орналасты. Қайтадан қаласы астанасына барамыз. Одан кейін қаласы Тарбан кітапхана болған ең ірі. Одан кейін металл өндірісі болды. Құлата. Деректерді білеміз. Сянханшу, Плано Карпенидің айтқанын тарихи жазбалардан білеміз. Келесі металл өндірді деген қаласын. Енді жарайсың, керемет орындадың, сен үздік екеніңді көрдің өзіңді. Тапсырманы орындауға тырысайық. Сау болыңыздар.